Сүйемін сені ару астана, аялаған мекені махаббаттың. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақыт таптым. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, тағдырлар келіп тоғысқан, тіл табысқан. Жарқырап мәңгі жайна, жайна астана, көк туыңды желбіретіп басқала. Бұлбұлы сайра, сайра, жасыл бағында, нұрлы таңында. Сүйемін сені ару астана, аялаған мекені махаббаттың. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақыт таптым. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, тағдырлар келіп тоғысқан, тіл табысқан. Жарқырап мәңгі жайна, жайна астана, көк туыңды желбіретіп басқала. Бұлбұлы сайра, сайра, жасыл бағында, нұрлы таңында. Өзіңнен егіз менің тағдырым, қуат беріп сыйладың шабыт маған. Бақытты қуанышты әр күнім, астанам әнімсің қалықтаған. Оңтүстік пенен батыста. Аналар мен ұстаздар, бүгінгі Тұмар Би студиясының алғашқы есеп беру концертіне қош келдіңіздер. Кәсіби бишісі Шара Жиынқұловтың бастау болған би өнері бірнеше ұрпақтың рухани байлығына айналды. Би қазақ қыздарының талшыбықтай бітімін, кәусардай тазалығы мен биязылығын бейнелейді. Олай болса, Тұмар студиясының 2017 жылдың 1 қыркүйек айынан бастап жұмыс істеп келеді. Құрамында 100-ден астам бишілері бар. Ал Айбала балабақшасында 3 айдан бері қызмет істеп келе жатыр. Мен қоса өнекте деген нәрсені мен бұл ауылдың атымен көп сияқты, Мен капитан Байқосынан сіздерге сәлем әкелемін. Және де сіздердің естеріңізге салуға келдім. Осы бүгінгі керемет кешті сіздер бізге қарыз екендеріңізге естеріңізге салуға келдім. Енді мен
бұл босандықтың ішінде бүгінгі кештің ғажайыбы бар. Бұл менде болады. Ал бұл сандықта не бар екен сонымен? Қазір аха, бұл сандықтың ішінде бүгінгі біздің Тұмар би студиясының концерттік бағдарламасы бар екен. Бұл бағдарламада былай деп жазылған екен: өнерді жаныменен түйсінемін, қашанда өнерлі жас сүйсіндерім. Қазақ биін билесін мың бұралып, биіменен шашын шашып бишілерім де отыра. Тұмар би студиясының шашу биін қарсы алыңыздар. Айбала би студиясының орындарында Матрешки би. Қарсы алыңыздар. Қадірлі ауылдастар, қазақ халқы қай уақытта да өнерге бай болған. Жақсы билер, оның ішінде Қамажай, қазақ биі, қазіргі көпшілікті билеп жүрген Қара Жорға, осының бәрі ертеден ата-бабаларымыздың өздерінің тойларында, өздерінің көңіл көтерген жақсы жерлерінде көрсететін өнерлері болған. Бұл кісілердің басы өте жақсы. Бұған дейін де біз талай өзіміздің өткізіп жатқан мерекелік концерттерде Тұмар клубының студиясының кісілерін шақырып, әрқашан да биін көріп отырамыз. Бұл бізге жаңағы әрқашан жақсылықпен, жаңа билермен танылып келе жатқан студия. Сондықтан бүгінгі жұмыстарына табыс тілейміз.
мына жастарымыздың болашағы, жастарымыздың жақсы көңіл күйі, жастарымыздың өнер жолындағы жасап жатқан жұмыстарына шығармашылық табыс тілейміз. Өркендер өсе берсін, еліміз аман болсын, жастарымыз өнерлі болсын. Ақ көгершін биі орындайтын Айбала балабақшасының би студиясы. Қарсы алыңыздар.
талай ұқтым. Қадалған қайсар көзі бар жүзімен, ұзын жұтып барат сұлулықтың. Испан биі орындайтын Айбала би студиясы. Өздерінің өнерлерін ортаға салуда. Сондықтан да сіздер Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс Түркістан аумағын мекен еткен ежелгі тайпалардың бірі Сақ тайпасының өкілі.
Өзбекстанда яшы қызымыз Сәлімжанова Каусарды шақырамыз. Жетекшісі Абдрахманова Айдана Жұмакулова. А у тебя как дела? Да, вспоминаю эту штуку, громко так шепотом. У них важнее дела, а остальное все. Дети войны, голода, дети войны, и дымом волосы, на челках детских, седые волосы, земля
Қимыл шіркін келісте, барлық қимыл бей болар. Тал шыбықтай мұңбыралы бейілсе, қыздарымыз гүл болар. Ортада гүлдер биі, орындайтын Айбала би студиясы. Қарсы алыңыздар. Керемет, Doğuшы Құттықтау сөзін мектебіміздің Қоянды орта мектебінің тәрбиесінің орынбасары Арихан Бердебекке беріледі. Кішкентай ғана бүлдіршіндер, біздің мектебіміздің сахнасында алғаш рет осындай іс-шара өтіп жатыр. Бұл енді ауылымызға келіп жатқан жақсы өнер деп білемін. Себебі біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз осы сахна үлкен, бұл сахна оларға кішкентай кәдімгідей концертуал сахна сияқты жақсы. Неше түрлі ұлттардың миы әртүрлі жанрда жақсы қойылым жасап отыр. Осы сіздердің балаларыңызды тәрбиелеп, жақсы өнер үйретіп жатқан радионың жалғасына осыны білдіремін. Балаларыңыз тек қана биікте көрсін, қоянымыз өркенде емесін, тек жақсылық болсын сіздерге. Рахмет. Орындауында Кербез биі. Қарсы алыңыздар. Айбала балабақшасының басшысы Бекханов Бауыржан Маратұлына алғыс білдіре отырып, Айбала балабақшасының меңгерушісі Шынар Қарақатқызына сөз беріледі. Қош келдіңіздер, құрметті Қоянды тұрғындары. Осы шараны сыйлап келгендеріңізге көптен көп рахмет. Осы ауылымыздың мәдениетін қалыптастыруына үлкен үлес қосып жатқан осы Райымыз
жаңағы осы кешін құттықтаймыз, ол кісіге шығармашылық табыс тілейміз. Әрине оңай емес, кішкентай ғана бір шілдесі, ең кішкентай бізде 2 жастың балалар қазір сіздердің алдарыңызға өнер көрсеткен. Сол балаларымызбен дайындалғанда көп уақыт болған жоқ не. 2 айдың арасында осындай жетістіктерге жетіп сахнаға алып шығып жатқан үлкен еңбек деп бағалаймыз әрине. Екінші және де айта кететін болсақ, осы Райымыз Сәлімжанқызына жаңа біздің балабақшамыздың директоры іссапармен жол жүріп кеткендіктен ол кісінің атынан алғыс хатты табыс етуге рұқсат етіңіздер. Тұмар би студиясына қонаққа келіп отырған жастар ресурстық орталығының басшысы фестиваль ханымға сөз кезегін береді. Бүгінгі кеш өте тамаша өтіп жатыр. Әрине, Райымыз Сәлімжанқызы сізге үлкен рахмет осындай үлкен кешті ұйымдастырып жатқаныңызға. Және де ең керемет Айбала бақшасының әдемі бүлдіршіндер керемет өнер көрсетіп жатыр. Біздер осы 22 наурызда беруіміз керек еді, бірақ мүмкіндік болмай бүгін соның сәті түсіп тұр екен. Бүгін қазір осы құрметті Айбала балабақшасы біз сіздердің тәрбиеші барлық мамандарына үлкен алғысымызды айтып, осы алғыс хатты беруге рұқсат етіңіздер. Сіздерге шығармашылық үлкен табыс тілейміз. Жұмыстарыңыз қашанда биік болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет барлықтарыңызға. Который так мне нужен, то счастье и
Шапалақтаңыздар. Тұмар би студиясы алдарыңыздар. Шапалақтарыңызды аямаңыздар. Көрсеткен Тұмар би студиясына әрине бұл Тұмар студиясының жетекшісі Райым апайға көптен көбірек. Тек қана осы мектеп арасында ғана көрсетпей аудандық, облыстық, республикалық деңгейде осы Тұмар би студиясының атын шығаратын жетістіктерге жете берсін. Райым апай, сізге еңбегіңізге көп табыс, балапандар сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Өз істеріңізге тек қана жеңіс тілейміз. Өнерлері үстем болсын. Әрдайым биік шыңдардан көріне берсін демекпіз.